Не болды сен? Мәссің кеше Жулдызай пока деп қоясың. Не болды? Мен вообще кінәм жоқ. Мен пока деген өйтіп айтпадым. Пока что деп айтайын деген мынау бәрін ұйымдастырып, сол жерін қиып тастап, әдейі 200 мың теңге айлық берем, Алтынбек шақырам. Бастық деп. Сен бастық болуға лайықсың. Ерланды Алтынбек шақырып алып, болды түсіре береміз деп. Мен түсірем өзім деп. Өзің миың жоқ па сонда әлі? Мынау айтты деп, сен миың жоқ па сенің? Жоқ, мынау айтты, мынау бәрін осы ұйымдастырды. Қаным, неме ұялмайсыңдар екеуің? Бастық кетсе болды, не әдет осы екеуіңдікі? Мынау айтты. Сен былай істе, сен Алиның айтқанын тыңдадың ба? Сен Үсеннің айтқанын тыңдадың ба? Былай істеңдер екеуің. Сен екеуің бірінің айтқанын бірін тыңдап жүріңдер. Кешіріңізші әпше. Кешіріңізші. Кешірмейді әпше. Мен білем ғой, қазір бір сағаттан звондайды, Али не істеп жатсыңдар? Мен әпшеңді білем ғой, кешірмейді, ол мінезі жаман ол кісі. Білсең кешір. Сен бастық болуға лайықсың деп қазір мына жерде бір болған жоқпыз ба? Білгенің сома, кеше айтатын айтып алып бәрін бітсін шығардың.